оқу семинарының тақырыбы өзі айтып тұрғандай заманауи отбасындағы құндылықтар мәселесіне арналып отыр. Соның ішінде менің тақырыбым әкенің рөлі деген тақырып. Өйткені бүгінгі таңда қоғамда мынау бала психологиясы зерттеп жүрген мамандарға өте түсінікті жағдай. Жігіттердің нәзіктене бастауы, қоғамда өзінің рөлін жақсы көрсете алмауы, бұл нәрсе тегіннен емес. Бұл бізден бір минустың кетіп жатқанын түсіндіреді. Енді ойланып қарасақ, бұл жерде қандай біздің ұлт ретінде бір ағаттықтарымыз кетіп жатқан болуы мүмкін деген мәселеде біздің айтар қосарымыз бір ауыз пікіріміз. Бұл отбасындағы әке рөлінің толыққанды жүзеге аспауы себеп болып отыр. Яғни қазір көз алдыңызға елестетіңізші, мектепке барып жүрген балалар кім ертіп бара жатыр баланы? Анасы ертіп бара жатыр. Кім оқуға апарып кіргізді бірінші? Анасы апарып кіргізді. Кім оны қадағалайды үйде, тапсырмасын, үй тапсырмасын? Анасы қадағалайды. Ал енді әке қайда? Кешегі Абайды Семейге оқуға берген кім? Құнанбай әкесі. Және ауылдан оқыттырғанда Құнанбай ескі там медресесін салып. Одан Семейге апарғанда сол әкесі. Сосын інісі Қалиолланы оқытқан, соған өзінің үлкен сенімін Абайға тапсырып берген, үлкен жағынан қадағалап отқан тағы Құнанбай. Ал мынау білесіздер, Ыбырай Алтынсаринді кім оқытты? Атасы Балғожа би. Орынборда ашылатын қазақ-орыс мектебіне алдын ала тізімделіп қойған кісі. Мұстафа Шоқайды сабаққа берген кім? Әкесі Шоқай. Міне қазақ руханиятындағы ұлы тұлғалардың барлығының өмірінде әкесінің ізі бар. Яғни әке бір жақты табыстауымен ғана айналысып, бала тәрбиесінің бүкіл жауапкершілігін анаға жүктеп қоюы баланың өмірінде осындай орын толмас зияндар алып келеді. Психологиялық тұрғыда ер мінезді болмайды, кесек мінезі жоқ. Көшеде бір-бірімен өткенде ғана таксиге отырдым. Екі бала жігіт пробканың алдында ұрсып барады дейді машинада. Бір-біріне терезеден айғайлап ұрсып барады. Осындай жігіттер қайдан шықты? Кесек мінезді әкенің рөлі толық сәулеленбегендіктен осындай мінезді жастар пайда болды. Міне осы әкенің рөлі туралы біз ұлттық руханиятымызда қандай тәжірибелер бар деген мәселені айтуды жөн көрдім сіздерге. Маңызды түйіндеріне тоқтала кетейік.